Құрметті оқырмандар, біз ескерту белгілерін қарап шығайық. Ескерту белгілері сізге белгілі бір қауіпті ескерту мақсатында қойылады. Сіз соған қарап өзіңіздің жылдамдығыңызды таңдауыңыз керек. Мысалы, мына белгі төмен ұшатын ұшақтар деген белгі. Осы көрсетілген белгі екі және одан да көп темір жолы бар темір жол өтпеліне жақындағаныңыз туралы хабарлайды. Келесі белгі бұл крутой поворот дейміз, қауіпті бұрылыс. Бұл жерде сіз жылдамдығыңызды баяулатып бұрылуыңызға тиіссіз. Бұл жерде поворотник жағып қажет емес. Және мынау бұрылыс бағыты. Одан кейін міне қараңыз, бір жолы бар темір жол өтпеліне жақындағаныңыз туралы хабарлайды. Мына белгі шлагбауммен қамтылған темір жол өтпеліне жақындағаныңызды хабарлайды. Бұл тастың ұшу қаупі. Одан кейін бұл тік еңіс деген белгі. Сіз мына сол жағынан қарайсыз, төмен түсесіз деген сөз, яғни крутой спуск болады сізде. Сол себепті мысалы тайғақ кезде абайлап жүру керек. Бұл тік өрлеу деген белгі, яғни крутой подъем. Келесі белгі тең дәрежелі жолдардың қиылысуы. Тең мағыналы жолдардың қиылысуы деп атаймыз тағы да. Ол не дегеніміз? Ол екі жолдың қиылысып тұрған. Дәл қиылыста дәрежелер тең, яғни ол жердегі көліктер оң жақтан кедергі деген қағиданы ұстанып жүреді. Бұл қауіпті бұрылыс солға қарай. Бұл жолдың тарылуы. Одан кейін темір жол өтпеліне жақындағаныңыз туралы хабарлайды. Екі жақты жүріс бағыты. Келесі бұл қауіпті бұрылыстар. Және тегіс емес жол. Қауіпті бұрылыстары бұл уже солға қарай. Жолдың тарылуы сол жақтан. Және жаяу жүргінші реттелмейтін жаяу жүргінші өткеліне жақындағаныңыз туралы хабарлайды. Және шеңберлі жүріс туннельге жақындағаныңыз туралы хабарлайды. Жол жөндеу жұмыстары, жер қазу жұмыстары болуы мүмкін бұл жерде. Сол себепті абай болуыңыз керек. Бұл жаңағы кептеліс деген белгіні білдіреді. Келесі белгі мынау бұрылу бағыты. Темір жол өтпеліне жақындағаныңыз туралы. Басқа да қауіптер туралы хабарлайды. Трамвай жолымен қиылысатын жолға жақындағаныңыз туралы хабарлайды. Одан кейін бұл жағалауға шығу деген белгі. Сіздің келе жатқан жолда жабайы аңдар шығып қалуы мүмкін. Одан кейін мынау темір жол өтпеліне жақындағаныңыз туралы хабарлайды. Бұрылыс бағыты, тайғақ жол, темір жол өтпеліне жақындағаныңыз туралы хабарлайды. Ескерту белгілері 150-300 метр аралықта қойылады. Мына белгі шлагбауммен қамтылмаған темір жол өтпесіне жақындағаныңыз туралы хабарлайды. Светоформен реттелетін жол қиылысына жақындағаныңыз туралы хабарлайды. Темір жол өтпесіне жақын қалды деген белгі. Одан кейін бұл жаңағы жасанды тегіс емес жер мынау. Лежачий полицейский дейміз ғой. Жасанды бұдырлық. Одан кейін келесі жаңағы сіз шет жағына жолдың шығып кетсеңіз, майда тастармен көлігіңіз тайғанап кетуі мүмкін деген. Одан кейін ашылатын көпір. Сіз жануарлар шығып қалуы мүмкін деген белгі. Жолдың екі жақтан да тарылуы. Бұл жаңағы жел деген боковой ветер деп айтамыз. Бір жақтан жел болса осындай нені қояды. Велосипед жүретін жолмен қиылысады сіздің жолыңыз, сол кезде осындай ескерту белгісі қойылады. Тастың түсу қаупі және балалар шығып қалуы мүмкін алдыңыздан. Міне құрметті оқырмандар, ескерту белгілері 150-300 метр жерде орнатылады елді мекеннен тыс. Ал елді мекен ішінде 50-100 метр аралықта орнатылады.
ескерту белгілері сізге өзіңіз жылдамдығыңызды жаңағы қауіпке қарай сіз өзіңіздің реакцияңызды өте қырағы болып жаңа дайын болуыңыз керек. Сол себепті ескерту белгілері алдын ала қойылады.